Basıp жатырмыз. Мына үйді салу керек. Басында Акиматқа қарасты сол жерде істеген діни мәселелерді зерттеу орталығында инспектор теолог. Бұрын ел қатарлы ұйықтап жүргенбіз. Нұр Отан, Нұр Сұлтан, Алға Қазақстан деп. Осы 2019-ның басында ғой деймін. Астанадағы 5 сәби жанып кетті ғой. Сол кезде біраз оятып жіберді мені. Жұмыстан қызмет бабымен бізде тыйым салынған сайттарға. Азаттық қарау, Бәсе каналын қарау, Мұхтар Әблязовты тыңдау. Ақиқат іздедім да, шындығын айтқанда. Біраз белсенділік өмірге аяқ бастық. Сонымен Фейсбуктарда біраз сұрақтарды қойып, ащы шындықтарды жазып, немесе басқа каналдардан бөлісе жатып едім. Алып таста, анауың не, мынауың бүйт деп. Жұмыстан шыққаннан кейін прокуратурадан біраз ескертулер болды. 405 статьяменен енді жазсаң кетесің, сотталасың деп. Сондай қысымдар болғаннан кейін мен жұмыссыз, одан кейін 2019 жылы митингілер көп болды. Сол митингілер менен алаңға шығып кеттім Алматыда. Содан қудалау артымнан түсті. Амал жоқ, кетуге мәжбүр болдым. бүгінгі жұмыс осы мектепте. Мен мынандай спорт площадкаға құм төсейін. Мына тастар тұтшан, мына жерге қояды. Елде жүргенде 40 жасыма дейін ешқандай қара жұмыс деп көрмеген адам. Содан кейін мұнда тек қана қара жұмыс, басқа жұмысқа жарамайсың, басқа жұмысқа алмайды, тіл білмейсің. Сол үшін қара жұмыстан бастадық. Менен бір 5 күн істегеннен кейін болды, істемеймін дедім, ауырып жатып қалдым. Белім ауыр, қолдарым бәрі мозоль. Тұра алмай қалдым. 5 күндегі ақшам 1 айға жетті ғой. Басқа қалаға кетуге, қолайлы жұмыс табуға өзіме. Қаңтар оқиғасы болды біраз 22-ші жылы. Онда да бұл жақта тыныш жата алмадық. Бұл жақта да митинг ұйымдастырып, неге бардық? Посольствоның алдында, Ресей елшілігінің алдында, Қазақстан елшілігі алдында ОДКБ әскерін алып кет деп талап еттік. Одан кейін ас бердік қайтыс болғандарды, сол құрбандарға арнап. Көмектестік, қор құрдық. Біраз өзіміздің азаматтық позициямызды көрсеттік соң. Ящиктер сүйреп жүрміз.